3 жылдан бері оқи алмай келесің да сен. Оны ашпағандар да бар дейсіз ғой. Конечно. Құран өзі бірінші аяты оқы деп түседі. Құранның өзі оқу деген түбірден шығады, бірақ сен оқымайсың. Ол проблема. Құран оқуға қатысты әрбір әріпіне бисмиллахир-рахманир-рахим десең, 19 әріп сен 190 сауап аласың. Егер сен үйреніп қиналып оқысаң, плюс қиналған үшін тағы сауап аласың дейді. Мотивация бұл пайғамбардың. Демек Құран оқылу керек, түсінілу керек, және соған сай амал етілу керек. Алла тағала саған 1400 жыл бұрын тура жолды нұсқап, саған инструкцияңды берді. Мысалы, кез келген техниканың инструкциясы болады. Мына әлемнің инструкциясы Құран ғой. Сен дүниеге шыр етіп келдің, енді мына әлемде не дұрыс, не бұрыс, не ақиқат, не жалған екендігін ажырату үшін саған Алла тағала Құран түсірді. Сол Құранды түсіндіретін пайғамбар берді. Литубаййина линнаси ма нузила илейхим. Пайғамбардың хадисі, сүннеті Құранды баяндайды, бізге түсіндіреді. Өйткені Құранда егжей-тегжей келе бермейді кейбіріміз. Сол үшін бірінші кезекте Құран оқылу керек. Мысалы былай ғой, саған мемлекет басшысы хат жібереді. Сен оқи алмайсың. Басқа тілде жіберсе, сен түнімен оны аударып оқып аласың. Патшаңнан хат келіп тұрса. Енді бүкіл әлемдердің Раббысы саған хат жіберіп тұр ғой, 1400 жыл бұрын. Аллаху акбар. Сен оны оқи алмайсың. Сен 1400 жылдан бері оқи алмай келесің да сен. Оны ашпағандар да бар дейсіз ғой. Конечно. Сондықтан Құран оқылу керек, қалай болғанда да. Және мүмкіндігінше Құран түсіну керек. Біз Құранды түсінбегеннен кейін біз проблемамызды шешу үшін коучтарға жүгініп кеттік. Негізі Құранда бүкіл проблема шешіп қойған. Өйткені сенен де жақсы біледі Алла тағала. Жаратқан өзі ғой. Және саған не керек, не керек емес Құранда әдемілеп тұрып беріп қояды. Түсінбей жатқан жеріңді пайғамбардың сүннеті арқылы тағы түсіндіріп қояды. Тағы түсінбей жатсаң ғалымдар арқылы тағы түсіндіріп қояды. Сен оны оқи وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين